Қайырлы күн баршаңызға. Динара асханасына қош келдіңіздер. Көпшіліктің сұрауымен красный барқыт дайындаймыз. Маған жазылмаған болсаңыз жазылып, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Ыдысымызға бөлме температурасын сарымай, қант, үстіне бір жұмыртқамызды жағатын боламыз. Жұмыртқамыз ағарғанша араластыратын боламыз. Мынандай миксеріңіз болмаса да венчикпен араластырсаңыз да өте жақсы болып шығатын болады. Массамыз дайын болғанша құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Еліктен өткізілген ұнымыздың үстіне красный ұнтағымызды саламыз, көпшіткіс салып, үстіне жақсылап араластырамыз. Бірдей болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғанымыздан кейін алдыңғы массамызға қосатын боламыз. Үстіне қайнаған ыстық суымызды құятын боламыз. Насаткамызды ауыстырып, жақсылап араластыратын боламыз. Бірінші жай скоростан бастап араластыратын боламыз. Қатты қоюда болып кетпеу керек. Жақсылап араластырып болғанымыздан кейін теңдей 3 бөлікке бөлетін боламыз. Көріп тұрғаныңыздағыдай өте нәзік болып дайын болды. Теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Мен 4-ші кесеге 2 қасықтай алдым. 21 диаметрлік осындай формамызға тегістеп шығатын боламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градустан 15 минуттан пісіріп алатын боламыз. Мен кесеге тортымыздың жегін әрлеу үшін қасына қойып пісіріп алатын боламыз. Піскен қоржықтарымызды суытуға қоямыз. Көріп тұрғаныңыздағыдай өте жақсы шықты. Қоржықтарымыз суығанша кремімізді дайындайтын боламыз. 500 мл сливки, үстіне творожный сырымызды қостым. Үстіне қант ұнтағын қосып, азаздан қосып араластырамыз. Креміміз дайын болды. Көп араластыру қажет жоқ. Кеседегі қоржығымызды блендерлайтын боламыз. Блендеріңіз болмаса оқтау көмегімен жасасаңыз да болады. Креміміз дайын болды. Кондитерлік пакетімізге осындай насаткамызды қойып салатын боламыз. Креміміз дайын. Алдын ала осылай тортымыздың астыңғы бөлігін аздап креміміз жағып аламыз. Креміміз түсіп кетпеуі үшін. 2 қасық үстімізге аздап қант араластырып сироп дайындаймыз. Тортымыз әділі дәмді, өте нәзік болуы үшін. Көп құюыңыз қажет емес, азыздан құямыз. Әр қоржығымызға мен 2 лопаткадан кремімізді салып тегістеп шықтым. Бірдей болғанша жақсылап араластырып тегістейтін боламыз. Қоржықтарымызды піскен жағының бетін емес, арт жағын айландырып қоятын боламыз. Сонда торттарымыз әдемі тегіс болып шығатын болады. Торттарымызды тағы да жақсылап тегістеп әдемдеп шығамыз. Торттарымызды тегістеп болғанымыздан кейін 2 сағат салқындатқышқа қоямыз. Салқындатқыштан шыққанымыздан кейін осындай сақталған блендерден алған қоржықтарымызды жиектеріне қоятын боламыз. Өзіңіздің қалағанша сәндесеңіз болады. Өте әдемі, нәзік торт шығатын болады. Ауысқан кремдерімізді насаткамыздың көмегімен осылай гүл істеп шықтым. Бетіне өзіңіздің қалағанша шоколадпен жазсаңыз болады. Өзіңіздің қалағанша бетін әрлесеңіз болады. Міндетті түрде дайындап көруіңізге кеңес беремін. Өте жақсы шығатын болады. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болғаныңызға рахмет. Жақындарыңызбен бөлісіңіз.
Маған подписаться етпеген болсаңыз подписацияны басып, еще деген басып қойсаңыз болады.